Саламатсыздар ма, Смарт Ұстаз каналының көрермендері? Бүгін біз сіздермен қазір басты тақырып болып жүрген білімлент бойынша видео түсіретін боламыз. Ол үшін онлайн мектепке кіреміз. Кіргенде әр ненің мұғалімнің өзінің логин паролі болады. Егер сіз кіргеніңізде мынандай басты парақшада тұрмасаңыз, басқа бір неде тұрсаңыз, шығуды басасыз. Сол кезде мына жерде логин және құпия сөз деп тұрады. Логинге сол мектеп өзіңізге ашып берген логин парольді менде сақталып қалған, соны теремін. Тересіз. Логинге аты жөніңіз, құпия сөзге сол мектеп берген құпия сөзбен кіресіз. Енді кіруді басасыз. Міне кірдік. Енді сіздерге айтып өтейін, КТЖ жүктеу. КТЖ жүктеуді көп мұғалім білмей жатыр. Себебі неге ұқсамайды? Бұл үшін біз мектепті басқару дегенге кіреміз. Сол кезде астынан мынандай тізім шығады. Статистика, оқушылар және сыныптар, кесте, КТЖ. Енді КТЖ-ны басамыз. Кез келген нәрсенің ішіне кіріп көру үшін көзді басамыз. Ал енді осы жерде міне пәндердің атауы тұр. Бізде қазір демалыс уақыты болғандықтан ешқандай сағат не толтырылған жоқ. Енді кез келген мысалы ағылшын тобына кіреміз, көзді басып. Мына жерде көріп тұрғанда ешқандай КТЖ жүктелмеген. Ал енді сіздерге осы жерден КТЖ-ны қалай жүктеуге болады. Бірінші қызылмен көрсетіліп тұрған бұл білімлент КТЖ-ны пайдалану дейді. Бұл дегеніміз білімленттің дайын КТЖ-сын өзімізге жариялау. Бұл жерде пайдалы жері білімленттің КТЖ-сын жариялайтын болсақ, онда дайын видео сабақтар, тапсырмалар бәрі дайын, ештеңені істеудің қажеті жоқ. Ал екінші бізге кері әсері ол біздің кейбір тақырыптарымыз, пәндеріміз тақырыптарымен сай келмейді. Мен өткен 90-да байқағаным, математика пәні сай келеді екен, қалған пәндер сай келмейді екен тақырыптар бойынша. Ал екінші тұрған бұл КТЖ-ны көшіру. КТЖ-ны көшіру дегеніміз сізге параллель сыныптан жазып қойған КТЖ-сын көшіру. Бұның пайдалы сізге демде көшіріп аласыз, ал пайдасы жағы сіздің сол параллель сыныптағы КТЖ жойылып кетеді. Себебі ондағы бар КТЖ-ны сіз өзіңізге тартып аласыз. Ал үшінші тақырыпты қосу, бұл сізге өзіңіз қолмен жазасыз. Дәлме-дәл тақырыбыңызды біртіндеп отырып қосып отырасыз. Осы сізге мүлдем тақырыптар бойынша ауытқымайды, дәлме-дәл жазуға пайдасы күшті. Енді мен сіздерге егер білімлентпен тақырыптарыңыз сай келіп жатса, соны жүктеңіздер деп айтар едім. Егер сай келмеген жағдайда үшінші нұсқасын айтар едім. Бірақ ол жерде үшінші нұсқасында зияны тапсырмаларды біз өзіміз жасап береміз. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Егер қызықтырып жатса, каналыма тіркеліп лайк басып